Сәлеметсіздер ме? Қал жағдайларыңыз қалай? Кештеріңіз жақсы өтіп жатыр ма? Қалайсыз деп сұрап жатырсыздар. Көп рахмет, жақсымын. Бүгін маникюр, педикюрді жасаттым, мынандай етіп. Осылай. Сосын таңертең бір VIP авторыма сабақ бердім. Түстен кейін маникюр, педикюрме барып келдім. Сосын жаңадан тіркеліп жатырған жандарды тіркедім сабаққа. Яғни курс бізде келесі поток 15 наурыз күні сағат 14:00-де басталады. Соған көп адамдар тіркеліп жатыр. Соларды тіркедім. Айтпақшы, 15 наурыз күні тіркелген авторларға, оқырмандарға курсқа қолжетімділікті әдетте мен 4 айға берем. Және де тағы да тікелей эфирге шығып 2 минут нәтижеңізбен бөліссеңіздер, мен сізге тағы да 2 айға созып берем ғой. 6 айға берем ғой негізі. Ал егерде мына 15 наурыз күні сатып алған оқырмандарыма мен доступты 5 ай қосу 2 ай берем. Сонда доступ 7 айға болады. Тек 15 наурыз күні қатысқан мен өз тағдырым автор медитация курсын сатып алған жандарға ғана. Сондықтан келіңіздер сабаққа. 7 ай доступ болады осы топта. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Кештеріңіз жақсы өтіп жатыр ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін жоғары тербеліс иелігін ұстадыңыздар ма? Жоғары тербеліс иелікте жиі болдыңыз ба? Рахмет сөзін жиі айттыңыз ба өзіңізге, өміріңізге, отбасыңызға? Өзіңізді таңертеңнен кешке дейін, қазіргі уақытқа дейін жақсы сезіндіңіз бе? Әлде ойыңызға неше түрлі жағымсыз ойлар келіп қалып, солармен арпалысып күрестіңіз бе? Ойша. Саудан болмай дейді Инабат ханым. Рахмет бөліскеніңізге. Саудаңыз жоқ. Сіз авторсыз ба? Автор емес шығарсыз, авторлар біледі қалай сауданың жүру керек екен. Яғни саудаңыз жүрсін десеңіз, сіз курсқа келуіңіз керек міндетті түрде. Міндетті түрде. Өйткені сауда деген ол бір техниканы жасап, саудаңыз жүріп кетеді дегенді білдірмейді. Жоқ. Сауда деген ол үлкен түсінік. Үлкен психологиялық түсінік деп айтайын. Адамның саудасы болу үшін сіз дейтін көп нәрсені білуіңіз керек. Адаммен қарым қатынасты білуіңіз керек. Адамның саудасы неге жүрмейді? Біріншіден, сізде адамдармен қарым қатынас дұрыс емес. Адамдармен қарым қатынас дұрыс емес болса, яғни сіз дұрыс деп ойлайсыз. Алайда жеткілікті дұрыс емес. Және де ол бір, екі. Саудада сіздің жеке жүйеңіз тып-тыныш болу керек. Мазасыз болмауыңыз қажет. Өйткені енді түсінемін, сіз бағдарламаланған адам болғасын, неше түрлі жағымсыз ойлар, яғни сезімдер сіздің денеңізде әлі де өмір сүреді ғой. Сол жағымсыз сезімдерден денеңіздегі арылмасаңыз, сіздің саудаңыз болмайды. Қанша еңбек етсеңіздер, міне, бізде мынандай бағдарлама бар қазақта. Қажырлы еңбек етсең, тек қана қажырлы еңбекпен сен нәтижеге жете аласың дейді. Әрине, еңбек ету әрине керек,
еңбек етпей біз ешқайда бармаймыз, ешқайда ештеңе ала алмаймыз. Алайда еңбек етудің алдында не жатыр? Еңбек етудің алдында бізде білім жатыр. Білім керек. Сіз саудам жүрсін деп, яғни таңертең шығасыз, жұмысқа барасыз, саудаңыз болмай, үйге көңіл күйіңіз түсіп, қайтып келесіз үйге. Көрдіңіз бе? Сіз бір күніңізді емес, неше күніңізді, неше айыңызды және неше жылыңызды сіз өткізіп алдыңыз. Сәтсіз, ақшасыз, табыссыз. Табысыңыз жемісті болмады. Еңбегіңіз жемісті болмады. Сіз еңбек етпей жүрген адам емессіз, сіз еңбек етіп жүрсіз. Бірақ еңбегіңіз жемісті емес. Неге? Көрдіңіз бе? Өйткені сіздің жүйке жүйеңіз тыныш емес, сіздің денеңізде жағымсыз сезімдер әлі күнге дейін өмір сүреді. Қарым-қатынас дұрыс емес адамдармен. Сосын сауда жүру үшін ақша техникаларын жасау керек. Ақша техникаларын жасамай сіздің өміріңізге сауда келмейді, саудаңыз жүрмейді. Неге? Өйткені бұл өмір энергиядан тұрады ғой. Сіз бірінші білім аласыз. Сосын барып оны қолданасыз. Сонда сіздің әр еңбегіңіз жемісін береді. Бұны жағы смарт не дейді ғой? Қажырлы еңбек еткен адам емес, мына ақылмен еңбек еткен адам табысты болады. Яғни сізге бірінші ақыл керек, не істеу керек екен. Көрдіңіз бе? Сізде бір күн бар делік, бір күнде сіз білуіңіз керексіз. Жаңағы уақытыңызды сіз қайда жұмсауыңыз керек екенін. Және уақыттың алдында сіз өзіңіздің энергияңызды дұрыстап алуыңыз керек. Энергияңызды дұрыстап алып, сосын уақытыңызды қайда жұмсау керек екенін білсеңіз, сіздің еңбегіңіз жемісті болады. Қандай да әрекет етсеңіз, әсіресе шабыттанған әрекет. Бүкіл клиенттердің барлығы сіздің дүкеніңіздің алдына келіп тұрады ғой. Тек сізден алғысы келеді. Ажиотаж болады сіздің дүкеніңізде. Сосын жүргеніңіз. Қыздар, таласпаңдар. Соңғы зат қалды, міне енді білмеймін кімге беретінімді. Кім келіп бірінші, сол алады да енді деп. Клиенттер бір-бірімен ұрсып бастайды ғой. Міне. Сондықтан сондай жағдай болсын десеңіз, курсыма келіңіз. Бұл мен ұстатырым автор медитация курсында мен сізге барлығын үйретем. Қарым-қатынасты үйретем бірінші. Жүйке жүйені тыныштандыруды үйретем. Техникаларды үйретем. Не істеу керек, не істемеу керек екен. Арман қалай энергиядан материяға 68 секундтың ішінде кіре алатын формула берем сізге. Тек қана осы білімді қолдану арқылы сіз сәттілікке жетесіз. Және де бұл өмірде сіз бір техниканы жасап тоқтатып қоймайсыз. Мына ақша техникалары бар менде. Армандарды лезде орындайтын техника бар. Олардың барлығын сіз жүйелі түрде күнде 2 сағат сайын жасап тұруыңыз керек. 2 сағат сайын. Жасасаң келеді. Ақша тың деп. Жасамасаң техниканы келмейді. Менің көзім жетті, және авторлардың да көзі жетті соған. Сондықтан біз өлгенше жасауымыз керек екенбіз. Өйткені біздің өміріміз, қараңыз, былай қалыптасады. Міне, мен қазір отырмын, мынау менің қазіргі сәтім, мынау менің болашағым деп атайын. Мына жердегі менің болашағым, мынау әлгі қазіргі сәтім. Енді менің болашағымда мен мына жерде саудам жүріп, қашықтап ақша тапқым келсе, мына жерде мен не істеуім керекпін? Мен бірінші мына адам сияқты әрекет етуім керекпін. Мына адам сияқты сезінуім керек. Мына адам сияқты ойлауым керекпін. Болашақтағы әйгерім сияқты. Ертеңгі. Мен қазір міне тұрмын, мынау.
менің ертеңгі әйгерім табысты. Келесі сәтім. Мынау мен қазіргі сәтім. Енді мен бағдарламаланғанмын ғой делік. Үрей бар, саудам жүрмейді, неше жылдан бері сәтсіздікке ұшырап жүрмін, жағымсыз эмоция толып тұр ғой, денеде тұнып тұр. Енді осы жағымсыз эмоцияның барлығын мен жүйке жүйені тыныштандыру арқылы, медитациялар арқылы тек тыныштандырып алып, мына әйгерімді, болашақ әйгерімді сезінсем қазір, мен ертең осы әйгерімге айналам. Яғни қашықтап ақша тауып отырған әйгерімге айналам. Міне, мынау менің жаңа нұсқам, мынау менің ескі нұсқам. Жаңа нұсқаға өту үшін, яғни осы жету үшін мен жаңа нұсқама не істеуім керекпін? Мен өзімнің ескі нұсқамнан арылуым керекпін. Өзім айтуым керек. Ананы бүйтпе, мынаны сөйтпе. Осы күнге дейін неше түрлі жағымсыз ойларды ойлап келдің ғой. Болды, енді жетер. Ойлама оны. Кез келген нәрсеге ашуланбашы, кез келген нәрсеге жынданбашы. Өйткені сіздің ашуланғаныңыз, кез келген нәрсеге жынданғаныңыз сізді жаңа нұсқаңызға қоспай тұр. Яғни сіз өзіңіздің ескі нұсқаңызда қалып отырсыз. Және де жұртқа ренжуім керекпін, жұртқа өкпелеуім керекпін, айтып тастауым керекпін. Деп ойлауыңыз мүмкін. Ол бағдарлама ғой бізге қоғамның берген. Ал шын мәнінде ол біздің жолымызды жабады екен. Сол үшін сізде сауда жоқ. Сол үшін сізде қарыз бар, сол үшін сізде кредит бар. Қараңыз. Негізі бұл өмір өте қарапайым. Әр адам өзінің интуициясымен тілдесуді үйрену керек. Оны мен өз тағдырым автор медитация курсында үйретемін, қалай тілдесу керек екен. Және интуиция ешқашанда алдамайды. Алдамайды. Интуицияңызбен тілдесуді үйреніп алғаннан кейін барып, білесіз бе, сіз әр сәтіңізден ләззат ала алатын дәрежеге жетесіз. Мұнда сұрап жатыр, ашуымды қалай басайын дейді. Гүлзат ханым, рахмет жазғаныңызға, сұрағаныңызға. Қараңыздар, өмір ол шведский стол деп айтайын. Сіздер 5-звездочный гостиницаға, all inclusive, все включено гостиницаға бардыңыз делік, демалысқа. Сосын сіз таңғы асқа, түскі асқа, кешкі асқа барасыздар ғой. Сонда қолыңызға тарелканы аласыз да, өмір шведский стол сияқты. Қолыңызға тарелка алдыңыз да, сосын не істейсіз? Неше түрлі тамақтар тұр ғой. Сізге ұнайтын тамақта тұр, сізге ұнамайтын тамақта тұр, сіз желкенетін тамақта тұр, сіз тіпті жеп көрмеген тамақта тұр, неше түрлі тамақтар бар. Сіз не істейсіз? Тарелканы аласыз да, қолыңызға шипсін алып, бүйтіп, ұнайтын тамақты сіз тарелкаңызға саласыз. Солай емес пе? Ұнамайтын тамаққа айтпайсыз ғой, нағып тұрсың, ұнамайтын тамақ, нағып тұрсың, маған қарап, қарама маған, деп ашуланып, ренжіспейсіз ғой ол тамақпен. Сіз не істейсіз? Назарыңызды басқарасыз. Назарыңызды тек ұнайтын тамаққа қоясыз, тарелкаңызға аласыз да, сосын бүйтіп барасыз да, дастарханыңызға қойып, деп ұнайтын тамағыңызды жеп, ұнайтын тамағыңыздан ләззат аласыз. Өмірде дәл осындай шведский стол сияқты. Сабақ қанша тұрады дейді. Сабақтың бағасы 155.555 теңге болады. 26 медитация беріледі, 5 тікелей эфир болады. Әр тікелей эфир 3 сағаттан болады. 4 тікелей эфир қатарынан беріледі, әр апта сайын. Курс туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, мұнда төменде курсқа тіркелу телеграм каналым бар, соған тіркеліп алыңыз міндетті түрде. 4 тікелей эфир болады әр апта сайын. Әдетте жексенбі күні болады. Әр жексенбі. Осы 15 наурыз күні басталады сабақ. Сосын
4-ші тікелей эфир мен 5-ші тікелей эфирдің арасында мен 60 күн берем, 60-70 күн. Неге? Өйткені мен сізді 4 тікелей эфирмен тастап кетпеймін сіздерді 22 күннен кейін. 5-ші тікелей эфирге шығам 60 күннен кейін. Сонда қараңыздар, сабақты бастаған күннен, яғни 5-ші тікелей эфирге дейін 3 ай өтеді, 3 ай уақыт. 3 айдың ішінде сіз медитациялардың барлығын жүйелі түрде тыңдайсыздар. Менің айтқанымды бір орындайсыздар. Нәтиже күшті болады. Сіз мына жер мен көктей боласыз ғой. Айырмашылықты сезінесіз. Тіпті бар ғой, мен ұстадырым автом курсына бірінші тікелей эфирге келеді ғой, авторлар тікелей эфирге қатыса алмасаңыздар, тікелей эфирлер сақталады. Барлық тікелей эфирлер сақталады, қатыса алмаймын деген жандар. Кейін қарап алсаңыздар болады, бірақ тікелей эфирге авторлар келген кезде жүздері басқа болып келеді да. Сосын 5-ші тікелей эфирдің соңында олардың жүздері бөлек қой, бөлек адамдар отырады ғой. Мен көздерінен көріп отырам. Оларға бұрын мүмкін енді бағдарламаланған адам болғасын. Жаман адам жоқ бұл өмірде, тек бағдарламаланған адам бар. Көптеген сенбейтін нәрсеге сеніп қалатын адамдар, енді болады ғой бағдарламаланған адамдардың арасында. Ал 5-ші тікелей эфирде мен оларға сұрақ қойып, сөйтіп бір әңгіме айтқан кезде оларды алдай алмайсың. Яғни олар ештеңеге сенбейді, тек өздеріне сенетін жандар болып шығады да авторлар. Өте басқа, тіпті жүздері басқа, өмірге көзқарасы түбегейлі өзгереді ғой бұл курстан кейін. Өйткені бұл курсты мен өзімнің тәжірибемнен жаздым. Бұл курс соңғы 12 жыл бойы зерттеген өзімнің білімдерім, оқыған, алған курстарымның барлығының бір жиынтығы. Бұл жерде тек дәрігер Джо Диспензаның сабақтары ғана емес. Бұл жерде неше түрлі дүниежүзінің үздік психологтардың сабақтарынан алған білімдерім бар менің. Солар да бар. Сосын миллиардерлердің күнделікті ойлау жүйесі, мысалы, жүйке жүйені тыныштандыру керек. Мұнда нейробиология, физика, нейрондар қалай мида байланысатын. Сосын қарым-қатынас айтып отырмын ғой, саудаңыз жүру үшін сіз не істеуіңіз керек? Сіз қарым-қатынасты дұрыстауыңыз керек адамдармен. Сонда ғана сіз қашықтап ақша таба аласыз. Ол ең үлкен маңызды әңгіме, қарым-қатынас. Және де қарым-қатынас ол тек қана сырттағы адамдар емес, сіздің затыңызды сатып алғысы келетін сіздің клиенттеріңіз ғана емес, ол отбасындағы қарым-қатынас. Табу сөздер бар. Біз күнделікті байқамай өздеріміздің отбасымызға айтып қалатын. Болмайды ол сөздерді айтуға. Көптеген енді жанұяда ажырасу болып жатырады. Неге болып жатырады? Сол қарым-қатынаста қалай дұрыс қарым-қатынас жасау керек екен жеткілікті білім болмағаннан адамдар ажырасады. Менікі дұрыс дейді, анау менікі дұрыс дейді, мынау менікі дұрыс дейді. Ал шын мәнінде екеуінде де ісі кішкентай баланың ісі істеп отырған. Сол үшін оларда есеймегесін әдісі мәдіп бірден ажырасам деп шабат, немесе енді неше түрлі жағдайлар бар ғой. Міне, соның алдын алу үшін, егерде тұрмысқа шықпаған қыз болсаңыз, әлі үйленбеген ер азамат болсаңыз, келіңіздер. Сіз қызды да жігітті де шертіп тұрып таңдай аласыз бұл біліммен. Қате жібермейсіз болашақта. Сіз білесіз, нені өмір дейтін таңдау ғой, шведский стол сияқты. Назарыңды ұнатқаныңа қоясың да, болды, таңдайсың. Өмірде біздер таңдау керекпіз. Таңдау бар. Таңдаған адам сәттілікке жетеді, таңдаған адам бақытты болады. Ал мына қазақтың өтірік айтатын әңгімесі бар ғой, біздің миымызға құйып берген. Таңдаған тазға жығылады деп. Өтірік. Таңдау керек екен. Және дұрыстап тұрып таңдау керек екенбіз. Ажырасып кетсе бола ма дейді. Ажырасқан жандар болса да, әрине болады, жандарым сол. Бұл медитация курсына 15 жастан бастап 75-80 жасқа дейін қатысуға болады.
тірісіңіз бе, болды, бітті. Тірі адам қатыса алады, кез келген тірі адам. Өйткені бұл энергия, мына нейрондар, миымыздағы нейрондар, олар біз осы дүниеде тұрғанша жұмыс жасайды нейрондар. Яғни сіз тіпті жасыңыз 80-де болса да, сіз ойыңызды бағыттау арқылы сіз кез келген қалауыңызды энергиядан материяға кіргізе аласыз. Өйткені бұл сіздің табиғи құқығыңыз, бұл сіз тірісіз. Әр тірі адамда нейрондар байланыса алады. Міне, сондықтан келіңіздер, бұл курсты ер адамда ала алады, кәсібі бар адамды ала алады. Кәсібі бар адамдар бар ма арамызда қазір? Кәсібі бар адамдар болса, о май гад, сіздер ұшасыздар. Клиенттеріңіз кезекке тұрады. Ақша тың-тың басталады. Өйткені барлығын сіз дұрыстайсыздар, түсінесіздер. Уақыттарыңыз қайда кетіп отырғанын, не істеу керек екен, назарды қалай бағыттау керек екен. Кәсібі бар адамдар келе алады, сабақты ала алады. Кәсібі жоқ адамдар сабақты алады. Арамызда жағы сетевойда жұмыс жасайтын адамдар болса, мә, ақша пытырлап келеді ғой, пытырлап. Сетевой бизнесте бармын дейді. Міне, келіңіз. Саудаңыз жүрмей жатырса, бұл курс дейтін. Бірақ сіз 2 сағат сайын техникалар жасап отыруыңыз керексіз. Менің айтқанымда. Техникалар жасауға тек қана 5 минут уақыт кетеді. Болды. Кез келген жерде тек жасай бересіз. Вау ғой, вау. Сонда әр адам өзінің өмірінің авторы. Бұл курстың аты мен өз тағдырымның авторымын. Әр адам өз өмірінің авторы екен. Яғни мен келесі сәтімді өзім жасаймын екен. Таңдауым арқылы, назарымды басқару арқылы және жүйке жүйемді тыныштандыру арқылы. Және де ақша табудан, яғни әр адам ақша таба алады. Сіз дүниеге келдіңіз бе? Болды, бітті. Мына сіздің жүзіңіз, сіздің есіміңіз, ол сіздің брендіңіз. Сіз брендсіз, сіз бренд болып дүниеге келдіңіз. Және де ақша деген не? Ақша деген ол сіз. Ақша сыртта емес, ол сіз. Сізге ешкім ақша табуға шектеу қоймайды. Сіз өзіңіз шектеу қойып отырсыз өзіңізге ақша табуға, байып кетуге, миллиардер болып кетуге. Ойыңызбен өзіңізді шектеп отырсыз. Неге шектейсіз? Өйткені сізде әлі бағдарлама бар. Ақшадан қорқам деген. Мен өз тағдырымның авторы медитация курсы Ермұхамбетова Айгерімнің, менің есімім Ермұхамбетова Айгерім. Соның медитацияларын білем, басқа ешкімнің медитациясын мен білмеймін. Өйткені мен бұл білімді ағылшын тілінде үздік мамандардан алдым. Дәрігер Джо Диспензаның сабақтарында алдым мен. Басқа да үздік дәрігер Джо Диспензаның өзі жалғыз емес негізі. Одан да көп, одан да басқа да коучтар, өте көп үздік коучтар, мына миллиардерлердің коучтары бар. Солардан да сабақтар алдым. Сонда мен бұл курсты әр жерден жинаған білімімді қосып, міне, дайындап отырмын. Курстың бағасы 155.555 теңге болады. Қазір Каспий жұма бар. Каспий жұмаға алам десеңіздер 24 айға болады. Яғни Каспий рассрочка бар 12 айға дейін. Сосын Каспий қолма-қол ақша алам десеңізде бағасы 155.555 теңге болады. Каспий жұма, Каспий рассрочка, Каспий қолма-қол ақша барлығы бірдей менде. Ал Халық банк арқылы алам десеңіз 24 айға Халық банк айға да бар. 24 айға дейін бар. Сондықтан алып алыңыздар. Каспий жұма 15 наурыз күні 23:59-да жабылады. Сондықтан үлгеріңіздер. Айтып отырмын ғой, мына 15 мен өз тағдырым автор медитация курсын мен сіздерге 4 айға берем, қосу 2 айға берем. Яғни 4 айдың ішінде сіз барлығын қарайсыз да, нәтижені 100% көресіз, егерде бірде бір жасасаңыздар. Жасасаңыздар бар нәтиже, жасамасаңыздар жоқ нәтиже. Мен бірден айтам сіздерге, өйткені өмір солай болып қалыптасқан. Мен сіздерге осыны қазірден бастап үйреткім келеді. Өмірде ештеңені тоқтатуға болмайды.
тепе теңдікті сақтау үшін велосипедті тебу керек қой өмірде. Иә? Қараңыз, сіз велосипедке отырдыңыз да, айдап келе жатырсыз велосипедті. Жүру үшін, алға жылжу үшін. Ал егер де сіз велосипедті тоқтатып қойсаңыз, сіз не істейсіз? Құлайсыз ғой. Көрдіңіз бе? Өмірде тепе теңдікті сақтау үшін және алға жылжу үшін не істеуіміз керекпіз? Велосипедті тебе беруіміз керек, тоқтамау керекпіз. Дәл сол сияқты өмірде 2 сағат сайын жасаймыз, тоқтамаймыз. Тоқтасақ барлығы тоқтап қалады, құлаймыз біздер. Ал орныңыздан тұрып алғыңыз келсе, онда қайтып тұрып, жаңағы велосипедті тепсеңіз, жалғастырасыз ары қарай. Міне. Сосын, 4 ай берем. Әдетте негізі мен 4 ай доступ берем, қосу 2 ай берем. Тікелей эфирге шығып 2 минутке осылай нәтижеңізбен бөліссеңіздер, мен сізге тағы да 2 айға созып берем. Енді қараңыздар. 15 наурыз күні сатып алған курсты сатып алған авторларға, яғни оқырмандарыма, мен осы қасиетті Рамазан айында мен сыйлық бергім келіп отыр. Тек 15 наурыз күні сабақты сатып алған авторларға ғана. Қандай сыйлық? 5 ай берем, қосу 2 ай берем. Сонда 7 ай болады. Әдетте 6 ай еді ғой, 4 ай қосу 2 ай. Ал қазір мен тек осы 15 наурыз күні сатып алған авторларға, оқырмандарыма 5 ай қосу 2 ай, 7 айға берейін деп отырмын. 1 айды сыйлық ретінде берейін деп отырмын. Сондықтан келіңіздер. Орындар тез толып жатыр, орындар қалмай қалуы мүмкін. Тездетіңіздер. Сабақ 15 наурыз күні сағат 14:00-де басталады. Толқын ханым, егерде тағдыр хаты оқылмай қалса, жазылмай қалса, қайтадан бастамаңыз, жалғастырыңыз. Жалғастыру керек. Каспий жұмамен алайын деп едім, қалай аламын, жолдарын айтасыз ба дейді. Мына төменде курсқа тіркелу деген сілтеме бар. Төменде көріп тұрсыздар ғой, мына жерде. Курсқа тіркелу деген сілтеме бар, Telegram. Соны басасыз, кіресіз. Менің Каспиімнің несі бар, сілтемесі бар. Төлем жасаңыз, сосын түбіртекті қайда жіберу керек екен. Telegram сілтемесі бар, сол міндетті түрде сол Telegram сілтемеге не істеңіздер. Фискалдық түбіртекпен толық аты жөніңізді жазыңыз. Мен сізді қосам. Яғни тіркейм, жаңа топқа тіркейм сізді. Қазір тұра тұрыңыздар. Баламның магазині бар, сонда мен отырамын, не істеймін дейді. Айгүл ханым, келіңіз жаным, сол сізге ақша техникаларын жасау керек, сонда клиенттер кезігіппен келеді сізге. Клиенттер көбейіп кетеді. Қараңыздар, мына ақша техникасын, армандарды ізде орындайтын техниканы сіз жасайсыз ғой, жасаған сәттен бастап, мына ғалам барлығын естіп отыр. Сіздің жасушаңыз оның барлығын естіп отыр. Сол сәттен бастап, ғалам сізге барлығын үйлестіріп бастайды. Мысалы, Айгүл ханым, баламның магазині бар, сонда отырамын, не істеймін деп жатыр. Айгүл ханым, сіз ақша техникасын жасаған кезде, ғаламның амалы қалмай, яғни ғалам не істейді? Ғалам бізде әрқашан я дейді ғой, Құдай бізге я дейді ғой. Құдай ешқашан да жоқ деп айтпайды ғой бізге. Кез келген армандар тез орындайтын техника, ақша техника жасаған кезде бірден үйлестіріп бастайды. Яғни сізге барлық адамдар, сіздің затыңыз керек адамдарды сізге қарай
жіберіп бастайды. Әйтеуір сол адамдар сіздің дүкеніңізге келіп, сіздің заттарыңызды алып бастайды. Өйткені сіз техниканы жасадыңыз. Техниканы жасамасаңыз, ешкім сіздің дүкеніңізге келмейді. Түсінесіздер ме? Бұл физика, бұл энергия. Бұл өмірде жасау керек. Рыскүл ханым, менің телеграмма хабарласа қойыңыз. Я, мұнда төменде бар, телеграмма хабарласа қойыңыз. Сілтеме жоқ астында дейді. Міне, мына жерде тұр, сілтеме бар ма? Сілтеме көрініп тұрса, бар деп жаза кетіңіз. Бар екен, я, астында. Мен тәрбиеші болып жұмыс істеймін, қандай көмек болады дейді Фарида ханым. Сіз бұл курсты алып оқып бастасаңыз, сіздің әулетіңіздің жолдары ашылып бастайды. Бұл, білесіз бе, сіз мына армандарды лезде орындайтын техника, ақша техникасын жасаған кезде, сіз бар ғой, я, сіз мына әлемге, жүйеге көмегіңіз тиіп жатыр ғой. Сіз жақсылық ойлаған кезде, жүйке жүйеңізді тынышталдырған кезде, сіз мына әлемге, жүйеге, өмірге көмегіңіз тиіп жатыр. Отбасыңызға, әулетіңізге көмегіңіз тиеді. Менімен жұмыс жасау қиын, негізі өзіңді бағындыру дейді. Абутаға қандай техника айтасыз? Келіңіз сабаққа. Абутаға бар, жаңағы балаңыз абутадан өтсін деп деген қаласаңыз, онда міндетті түрде сабақты алыңыз. Қазірден бастау керек сіздерге абутаға. Балдарыңыз жаңағы грантқа түссін десеңіздер, жандарым сол. Кейінге қалдырып қоймаңыздар. Сонымен, арамызда қазан айында немесе қараша айында алған авторлар болса, қазан немесе қараша деп жаза кетіңіздер, мен сізді тікелей эфирге бірден қосамын. Қанша курс деп сұрап жатыр? 155.505 теңге болады бағасы. Тек осы 15 наурыз күні сабақты сатып алған авторларға ғана мен 7 айға доступ берем. 5 ай қосу 2 ай. Болды, басқа адаларға бермеймін мен. Сондықтан үлгеріп қалыңыздар. — 15 наурыз күні басталатын сабаққа 25 наурыз күні тіркелу жабылады. Сондықтан 25 наурызға дейін тіркеліп үлгерсеңіз болады. Міне. Мен бастағым келіп жүрді сөйте ғой. Интуицияңыз баста десе, сіз бастап кетуіңіз керексіз. Мұғалімдерге болады. Менің кәсібім жоқ, үйде отырмын, но муж работает дейді. Әрине болады. Сіз бар ғой, үйде отырып, күйеуіңізге ақша техникасын жасасаңыз, ғалам бәрін естіп отыр ғой, бәрін көріп отыр. Сізге сол ақшаны жіберу үшін сіздің күйеуіңізді байытып жібереді, немесе бауырыңызды байытып жібереді. Әйтеуір келет адамдар арқылы сізге. Күндіз түні жасау керек па 2 сағат сайын? Күндіз жасаймыз 2 сағат сайын. Минимум 6 рет жасасаңыз болады бір күнде. Міне, Нұрбала ханым, жаным сол. Айгерім ханым, сіздің сабағыңызды алғалы мен кредиттен құтылдым дейді. Нәтижелер көп, сізге рахмет. Жасым 61-ге келсе де қанша сабақ алдым. Оқырмандар, сабақты алыңыздар, өкінбейсіздер. Мен де қуаныштым. Нұрбала ханым, жаным сол. Көп рахмет бөліскеніңізге.
WhatsApp-қа хабарласпаңыздар, өйткені менің WhatsApp-ым жұмыс жасамайды. Жиырма 26 медитация беріледі, және 5 тікелей эфир болады. Егер жұмыста болсақ ше, Мәншүк ханым, тікелей эфирлердің барлығы сақталады. Сақталмайтын сабақ жоқ менде. Барлығы сақталады. Телеграм арна болады. Мен ұстадырым авторым медитация курсы. Соған сізді тіркеймін. Сосын қашан сабақ болады, тікелей эфирге қатыса алмадыңыз ба, ештеңе етпейді, уайымдамаңыз. Кейін қолыңыз қашан босайды, отырасыз да қалам мен қағаз алып, 3 общий тетрадь алып келіңіздер. Жазамыз біздер тікелей эфирде. Барлығын жазып алуларыңыз керек болады. Өйткені сіз жазып алған кезде сіз көбірек түсінесіздер. Сосын кейін енді 7 айдан кейін сабақ бітеді ғой сіздерге. 7 айдан кейін сабақ біткеннен кейін, егер де қандай да бірдеңе ұмытып кетіп, еске салу керек болып жатса, онда конспектті қарай қоясыз ғой, бір бүйтіп. Сосын естеріңізге түсіріп алуға болады. Бірақ оған дейін сіз 7 айдың ішінде сіз оның бәрін жаттап аласыз, жатқа білесіз. Тіпті мен сізді мына таңғы 4-те тұрғызып, мына ақша техникалары қандай, армандарды орындайтын техника қандай деп сұрасам, сіз орныңыздан атып тұрып айтып беретін дәрежеге жетесіз негізі. Өйткені бұл техникаларды жасағаннан кейін көзіңіз жетеді ғой, лезде орындалып бастайды ғой, лезде орындалып бастаған кезде мә дейсіз ғой. Тоқтай алмай қаласыз. Екі айлық баламмен сабаққа қатысып орындай аламын ба сабақты дейді. Я, Багила ханым. Құлаққапты киіп аласы да балаңызбен жүресіз ғой. Өйткені 20 кез келген уақытта тыңдауға болатын медитациялар көп. Менде құлағыңызға киіп аласыз, бүйтіп. Сосын бар ғой, қараңыз. Егер де 2 айлық балаңыз болса, сіз емшекте қою бала, емізесіз ғой. Сіздің мына медитация тыңдаған кезде сіздің жүйке жүйеңіз тынышталады ғой. Жүйке жүйеңіз тынышталған кезде бала оны сезеді. Сіз тыныш болсаңыз, бала да тыныш болады. Сіз мазасыздансаңыз, бала да мазасызданады. Бала ол сізбен бірге үйлесімде ғой. Көрдіңіз бе? Сондықтан жаным сол, балаңыз әдемі, сау, бай қуатты болашақта болсын десеңіз, қазір алыңыз. Сіз бұларды тыңдап, не істеу керек екенін айтам. Солар жасасаңыз, мына сау баланы өсіресіз. Және де болашақта сіздің балаңыз қапшықтап ақша табатын болады. Қазірден бастау керек оны. $100 000 наличка төлеп, қалған ретпен төлесе болады ма дейді. Болады. Курс алып өмірін өзгертіп жатқандар бар ма? Әрине көп. Менің Instagram парақшама кіріп көрдіңіз бе? aikamauniverse.kz-ке. Жаным сол, Тоғызбаева ханым. Только вас и слушаю, дейді. Жаным, рахмет сізге. Қазан-қараша айында алған авторлар болса, қазан-қараша жаза кетіңіздер. Қарызды қайтармай жатыр. Жансая ханым, қашан алдыңыз сабақты? Сабақты қашан алдыңыз? Сіз күтіп жүрсіз ба, сарғайып? Күтіп жүрсіз ба? Телефоныңызға қайта-қайта қарап, әне жазам екен, міне жазам екен, 5 минуттан кейін жазам екен, 1 сағаттан кейін жазам екен деп сарғайып күтіп жүрсіз ба? Жаным сол, күтуге болмайды сарғайып. Сарғайып күтсеңіз, ол өмір бойы сарғайып күтумен өткізесіз өміріңізді. Техникаларды жасап жіберіңіз да болды, бітті. Ұмытасыз ғой. Әйтпесе орындалмайды ғой, энергиядан материя кірмейді. Сабақты қашан алдыңыз? Соған байланысты. Өйткені мен үлкен сабақты айтып түсіндірген болатынмын. Не үшін орындалмайтын. Және де бар ғой, армандар. Негізі айтып отырмын ғой, кез келген
арман энергиядан материяға тек қана 68 секундтың ішіне кіре алады. Бірақ оны кіргізбей отырған өзіміз болды. Басқа ешкім емес, құдай емес, көрші емес, сіздің күйеуіңіз емес, балаңыз емес, жоқ, өзіміз. Өйткені бізді тек өлтіретін өзіміздің ойымыз ғана екен. Және бұл ғылыми түрде дәлелденген факт. Шектейтін де өзіміз. Сонымен жалғастырайын, жаңа айтып жатырдым ғой. Сонымен сіздерге доступты 4 айға және 2 айға беремін. Сонда 6 ай болады сізде доступ. Сонда сіз келдіңіз ғой минус тағдырым автор медитация курсына. Ұят сезімнен арылыңыз медитациясы бар. Соны сіз 4 айдың ішінде 7 рет минимум тыңдап бітіріп тастауыңыз керек болады. Сіз тыңдап бітіріп болғаннан кейін 7 рет, білесіз бе, сіз бұрын кез келген нәрседен ұялатын болдыңыз ғой. Мысалға, блог бастаудан ұялатын болдыңыз, сауда жасаудан ұялатын болдыңыз, сатудан ұялатын болдыңыз, тіпті еңбек етсеңіз ақыңызды сұрауға ұялатын болдыңыз. Енді ұят сезімнен арылыңыз медитациясын минимум 7 рет тыңдап болғаннан кейін бар ғой, сіз ұятсыз боласыз ғой. Қолыңызға телефонды алып блогты да бастап кете аласыз. Өзіңіздің кәсіпте бағаңызды қойып, және де ақшаңызды сұрауға ұялмайсыз. Еңбегіңіз үшін. Жұрт не дейді деп отырмайсыз. Кез келген нәрсені де сата аласыз, тіпті қаламды да сата алатын жағдайға жетесіз. Сөзсіз бе? Болды. Сосын 8 айда делік. Минус тағдырым автор курс медитация курсын толықтай жүйелі түрде тыңдап бітірсеңіздер, сіз 8 айда ұят сезімнен арылыңыз медитациясын тыңдаған кезде сіз ол медитацияны тыңдай алмайсыз ғой. Қайтадан сіз тыңдай алмайсыз. Неге тыңдай алмайсыз? Өйткені сізде ұят жоқ. Енді сіз не істеуіңіз керексіз? Кәсіпті бастап, кәсіпке кірісіп, ақша табуды бастап кетуіңіз керексіз ғой сіз. Көрдіңіз бе? Сол үшін сізге доступ тек 6 айға, 7 айға максимум жеткілікті. Ұят сезімнен 1 жыл арылып отырмайсыз ғой. Түсінесіз бе? Балдарыңыз бар, отбасыңыз бар. Ақша табуды бастау керек қой. Ұяттың барлығын қой. Міне, сондықтан жүйелі түрде тыңдап бітірсеңіз, керек емес болып қалады сізге бұл медитациялар болашақта. Тек техникаларды қолданып, жүйке жүйеңіз тып-тыныш, білесіз уже. Білесіз бе, сіз алаңдамайсыз. Кім не айтты, кім назарыңызды шашыратпайсыз. Назарды басқаруды үйреніп алғаннан кейін. Бұл өмірде тек назарын басқарған адам жеңеді. Назарын басқара алмаған адам бұл өмірден ұтылады. Кедей адам мен бай адамның айырмашылығы неде? Екеуінде де 24 сағат уақыт бар. Неге кедей адам кедей, бай адам бай? Өйткені кедей адамның назары шашырап жатыр. Кедей адам танымайтын адамның Инстаграм парақшасына кіріп шағымданып отырады. Ал бай адам не істейді? Назарын басқаруды үйреніп алғаннан ол ешкімнің Инстаграмына кіріп ешкімді аңдамайды. Ол кәсібін аңдайды. Техникаларын жасайды. Олар да техникаларын жасайды. Бай адамдар. Олар біледі энергияның қалай жұмыс жасайтынын. Олар уақыт арнайды соған. Сіз WhatsApp чаттарыңыз бар ғой, көп деген танитын адамдар да бар, танымайтын адамдар бар. Сол WhatsApp чатта кісінің дауыс хатын соңына дейін оқып болғанша, мына кісінің жазған оқып болғанша, сіздің назарыңыз шашырап жатыр дегенді білдіреді. Ол сіздерге керек емес. Ол сіздерге жағымды нәрсе әкелмейді олар.
сіз не істеуіңіз керексіз? Сіз назарыңызды техникаларды жасауға қойыңыз керек. Жүйке жүйеңізді тыныштандыруға арнауыңыз керек. Сосын іске кірісуіңіз керек, әрекетке. Сонда ғана сіз табысты боласыз. Және чаттар көп қой. Ана чатқа бір кіресіз, мына чатқа бір кіресіз. Жарты сағат өтіп кетті. Ал жарты сағаттың ішінде сіз негізі бір медитация тыңдап, бір ақша техникасымен бір армандарды лезде орындайтын техниканы бітіруге уақытыңыз болды. Бірақ сіз таңдау жасадыңыз. Танымайтын адамның дауыс хатын тыңдауға соңына дейін. Бірдеңе бар ма деп назарың шашыраған сонша, бірдеңе жақсы бірдеңе айтам екен деп. Сондықтан адам назарын шашырғаннан табысқа жете алмай отыр. Ал бай адамдар, олар ешкімнің чатына кірмейді, олар. Назарларының өздерінде болды. Осындай. Авторларды қосыңызшы дейді. Қараша, қазан айында алған авторлар болса, қазан, қараша жаза кетіңіздер, қосам қазір сізді. Курстың бағасы 155.555 теңге. Каспий жұма бар қазір. 15 наурыз күні сағат 23:59-да Каспий жұма жабылады. Сондықтан үлгеріңіздер. Каспий жұма 15 наурызға дейін, яғни жексенбіге дейін бар. Және де қайтадан айта кетейін, жаңадан келген оқырмандар. Егер де сабақты 15 наурыз күні басталатын сабақты сатып алған болсаңыздар, сізге доступ негізі 4 ай қосу 2 ай берілетін еді ғой. Сізге доступ 5 ай қосу 2 ай беріледі. Сонда сізге доступ 7 айға болады. Тек осы 15 наурыз күні сатып алған оқырмандарға. Сондықтан үлгеріңіздер, орындар тез толып жатыр. Орындар қалмай қалуы мүмкін. Және тіркелу 25 наурызға дейін ашық. Армандарды лезде орындайтын техника өте жақсы нәтиже берді дейді. Құттықтаймын. Күшті өмір мә. Қазан, қараша айында алған авторлар болса, қазан, қараша деп жаза кетіңіздер. Мен сізді қосамын. Осы курсты алсам қорқыныш кетеді ме, Мадина ханым? Жаным сол, әрине. Әрине. Кетеді қорқыныш. Қорқыныш сезімі адамға не үшін беріледі? Қорқыныш сезімі адамға аман қалу үшін беріледі ғой. Мысалы, қандай да бір қауіп төніп тұрса, сіз жасамайсыз оны, я? Яғни, адамды сақтап қалу үшін беріледі ғой. Ал кейбір адамдар қорқынышты тіпті мына бір дыбыс шыққаннан қорқып, сіз өзіңізді сәл нәрседен қорқуға бейімдеп тастадыңыз. Яғни ол бағдарлама, я? Өйткені кішкентай кезімізден анадан қорқу керек, мынадан қорқу керек, анау жаман, мынау қорқып, бүйтіп қалмасын, сөйтіп қалмасын деген неше түрлі жағымсыз жағдайлардың барлығын естіп алған соң, біздер қорқамыз ғой. Сәл нәрседен қорқамыз. Ал шын мәнінде қорқынышты ажыратуды білу керек. Ол шын мәнінде ол бізге қауіп төніп тұр ма, әлде ол жай ғана менің эмоциям ба деген сияқты сізге сұрақ қою арқылы сіз қорқынышты тоқтата аласыз. Кез келген нәрседен қорқуды доғарасыз. Медитацияларды тыңдау арқылы. Бұл күшті көмектеседі медитация. Күйеуім салон красоты ашып берем дейді. Ал мен қорқа берем, жұмыс істеп алып кете алам ба деп. Мадина ханым, күйеуіңіз қандай күшті. Келіңіз сабаққа. Сізге бұл білім керек. Сізге мына салонда жүргізуге сізге білім керек. Қандай білім керек? Өзіңіздің өміріңіздің нағыз шебері болу өнерін ертең салонға алғасын, салонды ашып берсе, ол сіздің көмекшілеріңіз болады. Көмекшілеріңізбен қарым-қатынасыңыз қандай болу керек екенін үйретемін ол сабақта. Яғни сабақта сол тақырып маңызды бізде.
медитация тыңдасам болды, ұйықтап қаламын. Ұйықтап қалуыңыз ол сіздің жүйке жүйеңіздің тыныш болмауынан болды. Қанша жылдан бері сізде мазасыз бар ғой, денеңіз мазасызданған ғой әбден. Медитация тыңдаған кезде, медитация жүйке жүйені тыныштандырған кезде сіз ұйықтап кетесіз. Және де медитация тыңдаған кезде ұйықтап кетсеңіз, жаным сол, ұйықтауға өзіңізге ерік беріңіз, ұйқыңызды қандырып алыңыз да, содан кейін ұйқыңыз қанғаннан кейін сіз оны ұйықтамай тыңдай алатын дәрежеге жетесіз. Күшті дейді, машина алдық, бір молшылық чегі орындалды. Дана ханым, құттықтаймын сізді. Керемет техникалар қолданып жүрмін. Қаңтарда алдым. Қаңтарда алды Дана ханым. Супер. Қазан, қараша айында алған авторлар болса жаза кетіңіздер, немесе желтоқсан айында алған. Мен қуанудың орнына жылап қаламын дейді. Басында жылап қалу ол жақсы, ол тазаруды білдіреді. Қандай да жылау ол тазаруды білдіреді. Сондықтан жылау ол төменгі тербелісшілігі емес. Жылау ол тазару. Шаршадыңыз ғой, денеңіз шаршады ғой. Күйзелістен, жағымсыз жағдайлардан қайталанатын. Әбден шаршағасын адам жылайды. Жылап алыңыз. Менде де ең басында трансформация сабағынан өткен кезде мен жыладым, көп жыладым. Медитациялар тыңдағанда жылайтын болдым. Армандағанның өзінде де жылап жіберем да, жылайтын болдым, көп жылайтын болдым. Жылап, 1-2 айда жыладым ба? Қазір көзімнен тек бақыттың жасы шығады. Басқа жас шықпайды менен. Ондай аянышты, ондай жоқ менде жас. Әр сөзіңіз жүрекке жетеді ғой, дейді Нұргүл ханым. Жаным сол. Мурашки беріп отырсыз маған. Қарашада алдым. Айнагүл ханым, ес. Қазір қосам сізді. Авторлар, қайдасыздар? Қазан, қараша айында алған автор. Керемет өзгерістері бар, керамика тіс деп айттым. Тісіме жасатуға бардым. Стоматологическая клиника, самая лучшая клиника в городе, да, біздің қалада. Жаңа жылға жақын бардым, декабрьдің аяғында. Сол маған бесплатно жасап берді ғой. В общем, не керек, 2 апта жүрдім. Представляете, я сама не поверила бар ғой. Күшті бір енді чудо болды десем де болады. Вообще все эти чудеса происходят. Любой жерде бар ғой, жұмыста да өте көп өзгеріс, өте көп. Өзімнің кәдімгі үздік нұсқама айналдым десем де болады. Балаларымның сабақта да, в общем, бәр жағынан жақсы болып келатырмыз. Кептарым деген бір ай емес, бір 10 күннің ішінде манағы молшылық чегі менде деген орындалып жатыр, кәдімгі екі есе болып бар ғой. Былай қарағанда тек табыста жүрген адаммын ғой, бұл бюджет таспиде енді бана тың демекші, сөйтіп түсіп жатыр. 5 сатымның бәрі орындалып жатыр. Сосын бір медитацияда болашаққа апарар жол деген медитация сияқты. В общем, деген қолымда қандай сағат бар, сондай деген бар, елестеткен бар ғой. Соның негізінде туған күнімде дәл сондай брендовый сағатты жолдасым алып келді ғой. Представляете, вообще сенетінге, вообще мүмкін сен қайдан білдің мына сағат екенін деп. А так получилось, что он именно вот эти часы подарил брендовые. Мынағы подаркілер, гүлдер. Просто так дарят меня дети. Мен өзгердім, балаларым да өзгерді. Советую всем. Сізге рахмет, Айгерім ханым. Міне, білесіз бе? Мен бұл туралы 2011 жылдың аяғында ма білдім. Мына Қайна дейтін болды ғой.
документальный фильм Ронда Берннің. Соны көрдім да, және мен соны бір күннің ішінде бір 50 рет көрген шығармын. Қосып қойып қарай берем, қосып қойып қарай берем, қосып қойып қарай берем, қосып қойып қарай берем. Сол кезде мен түсіндім, әр адам өзінің өмірінің авторы екенін. Яғни біз оны өмірімізді өзгерте алатынымызды. Сол кезде маған керемет инсайт болды. Сонда 2011 жылдың аяғында мен Ронда Берннің Тайна документальный фильмін қараған кезде менің ойыма мынандай сұрақ келді ғой. Қашан шықты бұл Тайна документальный фильм? Ол 2004-те шыққан екен. Ал мен оны 2011-дің аяғында көріп отырмын. Сонда ойлаймын да, неге мен оны 2004-те көрмедім? Неге? Мен сонда бастаған кезде мен қазір әлде қайда басқаша өмір сүрер едім. Мен тек қазір көріп жатырмын дедім да, алайда енді бұл өмірде өкінуге болмайды ғой, енді әр нәрсе өзінің уақыты бар. Енді ізденген адам тез табады, ізденбеген адам жүре береді ғой, мақсатсыз. Міне, сол кезден бастап менде өмірге құлшыныс пайда болды. Содан бастап ол кезде мен Малайзиядан ағылшын тілінде коучтардан сабақ алып бастадым, аффирмациялар тыңдап бастадым. Соларды сол кезде бастадым негізі. Содан басталды менің жолым, сапарым, тәжірибем. Содан неше түрлі коучтарды оқыдым, неше түрлі сабақтар алдым. Енді сосын ең үлкен сабақ сатып алғаным ол 5 миллион теңгеге 2016 жылдың аяғында, 2017 жылдың басында. Сонда мен бастадым. Мен өзімді қолға алғым келді, өйткені мен түсініп отырмын. Маған тек қана Тайна Ронда Берннің тек айтқан сөздері ол жетіспейді. Маған одан да көптеу білім керек. Шалқып өмір сүру үшін деп мен толықтай трансформациядан өтуді жөн көрдім, сабақ алып. Сөйтіп мен жүйке жүйемді тыныштандырып, өмірдің қалай жасалатынын түсініп алғаннан кейін, өмірдің шебері болдым ғой. Өз өмірімнің шебері болуды бастадым. Сол кезде ойлағандарым, оқыған тағдырхаттарым орындалып бастаған кезде мен қалай, тек менде ма деп ойлап қаласыз ғой енді. Қалай ол тек менде ма, әлде бәрінде ма? Кім біледі бұны деп. Сөйтіп іздеп көрсем, бұл бүкіл елде екен. Әр адамның кез келген ой шындыққа айналатын. Әр адамның, түсінесіздер ме? Соны білген кезде дедім ғой. Содан 2020 жылы пандемия кезінде менің негізі мен білмедім қандай жұмыс жасайтынымды. Бірақ интуициямнан сұрадым, айттым. Сөйтіп, медитация курсымды анама жазып бердім, медитациямды. Анам пандемия кезінде ковидпен ауырып қалғасын. Жазылу үшін адамға не керек? Медитация керек. Неге медитация керек? Өйткені медитация жүйке жүйені тыныштандырады. Ойыңыздағы дауыстар бар ғой, неше түрлі. Ана болмай қалады, мынау болмай қалады деген, солардың барлығын алып тастайды да, жүйке жүйе тынышталады. Сол үшін медитация көмектеседі екен. Армандар орындалу үшін, яғни сіздің қалауыңыз энергиядан материя кіру үшін медитация тыңдау керек екен. Соны енді білем ғой оның барлығын. Сосын мен анама іздеп бастаған кезде медитация ютубтан таба алмадым жақсысын. Сосын анама алғашқы медитацияларды мен анама өзім жазып бердім. Анама жазылған медитациялар ғой олар. Ютубта бар, ол ескі медитациялар. Егер де ютубтағы медитацияларды ұнатсаңыздар, мен өз тағдырым авторымдағы курсымдағы медитациялар 100 есе артық қой, 100 есе. Әне. Бұл менің шығармашылық өнерім. Және де сол 2020 жылы мен түсіндім, менде шығармашылық өнер бар екен. Ал оған дейін менде шығармашылық өнер бар екен, тіпті мен білмеппін. Менің дауысым әдемі екенін де білмеппін. Мен керемет шығармашылықты жаза алатынымды да білмеппін. Өйткені бұрын жазып көрмедім ғой, мен бұрын, көрдіңіз бе? Сондықтан жандарым, сол талантсыз адам жоқ бұл өмірде. Талантты екенін білмей жүрген адамдар қаншама. Сондықтан сабаққа келіңіздер, мен сізге интуицияңызбен тілдесуді үйреткеннен кейін, интуицияңыздың барлығы, интуицияңыз сізге сайрап айтып тұрады, сайрап тұрады. Ананы істе, мынаны істеме, мынаны алып таста, мынаны қос, мынаны бүйт, мынаны сөйт деп. Сондықтан келіңіздер.
иә, сол ғой айтатын жаңағы минус тағдырым автор медитация курсында айтамын ғой, қыздар, авторлар, бүйтіп істесек бүйтіп болады екен, бүйтіп болады екен. Мен жолын таптым нақты. Қаншама жылдар бойы іздеп жүрген жолды мен таптым. Соны сізге берем бүйтіп. Бір курс қылып. Соны сіздер тек меңгеріп аласыздар, болды. Сабақтың бағасы қанша деп сұрап жатыр. 155.555 теңге. Каспи жұма бар, Каспи рассрочка бар. Каспи жұма 15 наурызға дейін, яғни жексенбі күні жабылады 23:59-да. Сондықтан үлгеріңіздер. Еліміздің, халқымыздың аман болуына жазсақ бола ма дейді. Әрине. Комиссия келетін болып, мен армандарды лезде орындайтын техниканы жасап, 5 минуттың ішінде келіп кетсе екен деп едім дейді. Сонда делегация келіп, кірер-кірместен біз 1-2 минутқа келдік деп. Тез-тез қарады да шығып кетті дейді. Керемет дейді. Осылай. Айгерім ханым, 3-ке бөліп алсам бола ма? 55.000 теңгені 15-не дейін Каспиге жіберсем, сосын келесі айда тағы Каспи перевод жіберсем, маған рассрочка бермей тұр, пока тұрақты жұмысым болмай тұр дейді. Рахмет, Әсел ханым. Иә, мен сізді сабаққа онда 3 бөліп төлесеңіз, 3 бөліп төлеуге болады, алайда мен 3-ші төлемді толық төлеп боласыз ғой, сол кезде сізді сабаққа тіркеймін. Толық төлем жасалғаннан кейін сабақта тіркеймін сізді. Молшылық жағы Сарбиназ ханым, сіз конспект жазып алдыңыз ба? Жандарым сол. Мен өз тағдырым автор медитация курсына келген кезде сіздер конспект жазып алуларыңыз керек. Конспект неге? Өйткені конспектте сізде мәңгі қалады дәптерде. Менің айтқандарым. Конспект жазып алуыңыз керек. 3 общий тетрадь алып келіңіз, сосын конспект жазасыз. Қазан қараша айында алған авторлар болса, келіңіздер. Запрошы беріңіздер маған. Жаза кетіңіздер мында. Қосамызды. Курс алмай-ақ медитация тыңдасақ бола ма дейді. Бұл медитация курсы. Мына 15 сағатты тікелей эфирді мен сізге не үшін берем? Сіздерге өмірді түсіндіріп беру үшін. Қай жерде сізге қалай әрекет ету керек, қай жерде сізге не істеу керек екен, яғни сізге бағыт-бағдар берем. Интуицияны қалай есту керек, оның даусы бар интуицияның. Және қателеспеу үшін интуицияның екенін түсіну үшін сізге мен тікелей эфирде оның барлығын айтып түсіндіруім керекпін. Және де әр медитацияның ішінде сабақ бар, үлкен сабақ бар. Қазан қараша айында алған авторлар болса, жаза кетіңіздер. Ютубтағы басқа. Ютубтағы медитацияларым ол ескі медитацияларым. Ал мен өз тағдырым автор медитация курсында ол өте басқа медитациялар. 100 есе артық. Сабақ күнде тікелей эфирде болады ма дейді. Күнде емес, бір күнде бір медитация жіберіп тұрам, 26 медитация беріледі. Сосын 5 тікелей эфир болады. Бір аптада 1 рет болып тұрады тікелей эфир 3 сағаттан. Тікелей эфирде прямой болады, Zoom арқылы болады. Әр тікелей эфир 3 сағаттан болады. Сонда 5 тікелей эфир 3 сағат, 3 сағат, 3 сағат, 3 сағат, 3 сағат. Сабақ 15 наурыз күні басталады. Аптасына 1 рет болады сабақ.
15 наурыз жексенбі 14:00-де басталады сабақ. Ойланбай, сабақ ойланбай алыңыздар, бәрі түсінікті жеткізеді. Сіздің сабағыңыз керемет қой. Мен осыдан 4 күн бұрын бір иығым қатты талып ауруды қоятын емес. Сол кезде армандарды лезде орындайтын техниканы жасадым. Нәтижесі 15 минутта болды. Өзім таң қалдым дейді. Сіз мені қазір жылатайын деп отырсыз. Сол ғой айтатыным, мен де өзім аң-таң боламын ғой жасаған кезде. Деп, қалай деп та, қандай күшті мынау. Өзіңнің қолында, өмірің өзіңнің қолында, қаласаң келеді, қаламасаң мейірімді түрде кетіп қалады кез келген нәрсе. Соны үйреткім келеді сіздерге. Оңай жолмен. Анар ханым қараша айында алыпты. Қостым, сізді қабыл алыңыз. Анар ханым отклонила дейді. Анар ханым, сізді қайтадан қосып көрейін. Әсел ханым, сіз жаңа бөліп алам дедіңіз, е? Толық төлем жасап болғаннан кейін кіргізем сабаққа. Мен сабақты қарызға бермеймін. Банк арқылы аласыздар, рассрочка немесе Каспи жұмамен. Немесе жаңа қолма-қол ақша толық төлем жасағаннан кейін барып сізді сабаққа тіркеймін. Анар ханым, қайтадан қосайын сізді. Қабыл алыңыз. Сабақ қашан басталады? Сабақ 15 наурыз күні басталады. 15 наурыз жексенбі күні болады. Бағасы 155.555 теңге. Сабақтар, тікелей эфирлердің барлығы сақталады. Егерде қандай да бір себептермен көре алмай қалсаңыздар, тікелей эфирге кіре алмай қалсаңыздар, жандарым, сол сақталады. Сосын сақталған эфирді мен телеграмға жіберемін. Қазір алып қалыңыздар, өйткені 15 наурыз күні алған сабақты алған авторларға мен доступты 5 ай қосу 2 айға берем. Сонда 7 айға берем. Мен әдетте 4 ай қосу 2 айға беретін болдым ғой. Тек осы 15 наурыз күні алған авторларға 7 айға доступ беріледі. Сондықтан үлгеріңіздер. Тек осы потокта. Анар ханым, қайтадан қосып көрейін сізді. Қостым, қабыл алыңыз. Білесіз бе, сіз мына сабақты алған кезде айтып отырмын ғой, сіздің әулетіңіздің жолы жүріп бастайды бұл сабақты алған кезде. Өйткені әр оқылған тағдыр хат және әр армандарды лезде орындайтын техника, ақша техникаларын жасалған сәтте, сіздің жүйке жүйеңіз тынышталған сәттен бастап, білесіз бе, сіз мына сабақты алу арқылы, өзіңізді тыныштандыру арқылы әулетіңізге
үлкен әсер етесіз. Яғни балдарыңыздың жолы ашылады. Ата-анаңыздың денсаулықтары жақсарып бастайды. Қандай да мәселе болсын, барлығы шешіліп, өз орнына келіп, сіз әр күн сайын бақыттырақ, одан да бақыттырақ, одан да бақыттырақ, әулетіңізбен бақыттырақ, табыстырақ, табысты боласыздар. Сонда қараңыздар, мен айтып отырғаным бұл былай ғой. Қазір көрсетейін сіздерге. Не? Я? Қараңыздар. Мынау не? Мынау сізделік. Я? Мынау кванттық өріс. Мынау сіз. Мынау үшінші өлшем. Біз үшінші өлшемде сізделік. Мынау мен. Я? Окей, мынау мен болайыншы, мынау сіз. Біз үшінші өлшемде біздер бөлекпіз, денелеріміз бөлек. Және де менің есімім Әйгерім деймін, сіздің есіміңіз Әсел дейсіз ғой енді. Үшінші өлшемде бәріміздің есіміміз бар. Денеміз бөлек. Ал шын мәнінде біз мынау кванттық өріс. Кванттық өріс дегеніміз не? Кванттық өріс дегеніміз ол біздің қиял ой әлеміміз, сезім әлеміміз. Я? Енді қараңыз. Сіз мен өз тағдырым автор медитация курсына келдіңіз ғой. Жүйке жүйеңізді тыныштандырып, тағдыр хатыңызды оқып бастаған кезде, армандарды ізде орындайтын техниканы 2 сағат сайын қалауларыңызға немесе қаламауларыңызға жасап бастаған кезде, сіз, көрдіңіз бе? Сіздің денеңізден мына жарқыраған энергия пайда болады. Яғни сіз тазаланасыз. Тазаланып, кез келген ойыңыз сіздің басқаларға да әсер етіп, отбасыңызға, мысалы, мына отбасыңыз делік, күйеуіңіз немесе балдарыңыз делік. Мынау да отбасыңыз делік. Көрдіңіз бе? Сіз тазаланып бастаған кезде, мына отбасыңыздың да, әулетіңіздің де аурасын тазалап бастайсыз дегенді білдіреді. Яғни сіз қалауға жазып бастаған кезде, тағдыр хатыңызды оқып бастаған кезде, мына ғалам, мынау ғалам ғой, мынау аспан деген, мынау ғалам. Кванттық өріс ғалам делік. Ол ғалам бәрін естиді ғой, бәрін көріп отыр ғой, бәрін жазып алып отыр ғой. Сіз жақсы нәрсені қаладыңыз ғой, нені қалайды адам? Балдарының жетістігін қалайды ғой. Ата-анасының сау болғанын қалайды. Солай емес пе? Сол қалауыңыз автоматты түрде бұларға келіп, бұлар да жазылып, бұлар да жетістікке жетіп жатады. Сонда біздер сіз курсты оқыған кезде, жүйке жүйеңізді тыныштандырып, қалауыңызды анықтаған кезде, сіз тек өзіңізге ғана көмектеспейсіз, сіз бүкіл әулетіңізге көмектесесіз. Және де мына бүкіл жүйеге көмектесіп жатырсыз дегенді білдіреді. Осылайша бәріміз бірге көркейе түсеміз. Ойламаңыздар, сіз менен бөлексіз деп. Жоқ. Бір жүйе бар. Бір жүйенің бір бөлігіміз біздер. Анар ханым, неге қосыла алмай жатырмын дейді. Анар ханым, сіздің интернетіңіз жақсы ма? Гигабайтыңыз жеткілікті ме? Wi-Fi мен отырсыз ба? Турзадан кейін прямой сақталған сабақ өшіп қала ма дейді. Доступ 5 айға беріледі, плюс 2 айға беріледі. Яғни сіз 5 айдың ішінде 5 айға барлығы сақталады ғой. Тікелей эфирлер, медитациялар, авторлар арнасы. Мен өз тағдырым автор медитация курсы сақталады 5 айға. Сосын 5 айдың ішінде сіз нәтиже көріп, осылай тікелей эфирге шығып нәтижеңізбен бөліссеңіз, онда сізге тағы да 2 айға берем. Сонда сізде доступ 7 айға болады. Қазір осы сабақтан кейін төлем жасасам болады ма? Болады, келіңіз. Курстың бағасы алдағы уақытта өседі. Ескертіп қояйын, өседі алдағы уақытта. Сондықтан үлгеріңіздер тіркеліп, қолжетімді бағамен.
Осылай. Түсінікті ме? Қалай ұнайды ма? Күшті ғой, жандарым сол. Сіз тілеген кезде, тағдыр хатыңызды оқыған кезде, мынау естіп, ғалам, кванттық өріс барлығын естігеннен, ол мыналарға да беріп бастайды. Мына армандарды лезде орындайтын техниканы, ақша техниканы сіздер өздеріңіздің, егер де балдарыңыздың жұмыстары жүрмей жүрсе, кәсіптері жүрмей жүрсе, саудасы жүрмей жүрсе, сіз оларға да жасай аласыз. Ол да жұмыс жасайды, күшті жұмыс жасайды ғой, мама мия дейсіз ғой, мә. Сіз ақша техникасын балаңыздың кәсібіне жасадыңыз дерек, сол ақшаны балаңыз сізге әкеліп беріп тұрады ғой. Сіз аң-таң боласыз ол. Вау деп. Тек жүйелі түрде 2 сағат сайын жасай беру керек бұл техникаларды. Тоқтатып қойсаңыз, ол орындалмайды ештеңе. Тоқтатпау керек. Өмірде ештеңе тоқтамау керек. Міне. Өмір осындай күшті. Сонымен соңғы рет сұрайын. Қазан қараша айында алған авторлар болса, немесе желтоқсан айында алған авторлар болса, нәтижесімен бөліскісі келсе, жаза кетіңіздер. Осайын сізді. Немесе запрос жібере қойыңыздар маған. Сосын кейінге қалдырмаңыздар бұны. Неге? Өйткені өмір өтіп жатыр, кетіп жатыр. Келесі сәт жақсы болсын десеңіз, келесі сәтіңіз сәтті болсын десеңіз, қазір келіңіз. Кейінге қалдырмаңыз. Орындар тез толып жатыр. Сондықтан баршаңызды күтем. Сіздерге жақсы кеш болсын. Күтем баршаңызды сабақта. WhatsApp-қа хабарласпаңыздар. Осында Телеграмда тіркелу бар. Соны басып, төлем жасап, түбіртекті, немесе стористе бар барлығы ақпарат. Сториске барыңыздар, я? Стористі қараңыздар. Келгендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар. Сосын тағы да бір айта кететін жаңалығым бар. Мына Instagram парақшамда сторисімді бақылап отырыңыздар қазір, я? Мен қазір бір постымды шығарам. Сабақ басталатын уақыттың посты бар ғой, сол постты өздеріңіздің сторис статусыңызға және WhatsApp статусыңызға қойсаңыздар, ертең кешке дейін мен 30 адамға 5000 теңгеден сыйлығым бар. 30 адам 5000 теңгеден ұтып алғыңыз келсе, сторисіме барыңыздар. Сол постты өздеріңіздің WhatsApp-тарыңызға және WhatsApp статустарыңызға және Instagram сторисіңізге бөлсеңіздер, мен 30 керге 5000 теңгеден сыйақы төлейтін боламын ертең кешке дейін. Үлгеріп қалыңыздар, 5000 теңгелеріңізді алып қалыңыздар. Менің алдағы уақытта да көптеген сыйақылар берілетін болады, сондықтан сторисімді қарап жүріңіздер. Рахмет сіздерге, келгендеріңізге. Сау саламатта болайық. Құшақтадым, сүйдім. Армандап ұйықтауды ұмытпеңіздер.